Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 50-ші сабақ. Өнер алды қызыл тіл. Бала бауыр етің. Аңыз әңгіме. Оқушылар, біз бұл әңгімеден ұлы жүздің биі Қазыбек бидің әділ төрелігі туралы білетін боламыз. Қазыбек би өз заманында білімді, жетелі болған. Ол халық ауыз әдебиеті мен салт дәстүр рәміздерін, ата жолы заңдарын мол меңгерген, озық ойлы, әділ де көреген, батыл да батыр адам болған екен. Қазыбек би елге төрелік етіп жүрген кез екен. Бір күні Қазыбек биге екі әйел келіпті. Олар бір балаға таласып жүр екен. Бірінші әйел айтады: мен баламды есін білмейтін кішкентай кезінде жоғалтып алып едім. Соны мына әйел тауып алды ма, әлде ұрлап алды ма, білмеймін. Әйтеуір асырап алыпты. Бүгін баламды танып тауып алдым. Бірақ мына әйел менің балам деп бермейді, дейді. Ал екінші әйел айтады: мынау босқа жармасып тұр. Бұл өтірікші әйел. Бұл менің балам, дейді. Қазыбек би екі әйелді мұқият тыңдап отырады. Сосын ойланып отырып сәлден кейін айтады: біреуің балаңды жоғалттым, енді біреуің таптым дейсің. Бірақ шын өтірігін білетін куә адам жоқ. Сондықтан мен мынадай билік еткім келеді, дейді. Ол баланың екі қолын екі әйелге ұстатып қояды да өзі қылышты жоғары көтереді. Екеуіңе де баланы қақ бөліп берейін. Осыған ризасыңдар ма, дейді. Сонда балаға ие болып жүріп, баланы асырап жүрген әйел: біреуге тірі бергенше жартысы болса да өзімде қалсын. Бөлсең бөл, дейді безеріп. Ал екінші әйел: ойбай, биеке-ай, қайда жүрсе де тірі болсын, шаба көрмеңіз, тірі жүрсін, деп жылап жібереді. Сонда Қазыбек би: бала мына жоғалтқан әйелдігі екен. Өйткені баланың амандығын тілеп тұр. Баласын өзіне беріңдер, деп билік айтыпты. Солай Қазыбек би әділ шешім шығарыпты. Бала мен ана қауышып үйлеріне қайтыпты. Бала мен ана да, халық та Қазыбек бидің әділ шешіміне риза болыпты. Оқушылар, сіздерге сабақ ұнады ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.